Саламатсыздар ма? TikToктан, Instagramдан, соцсеттерден маған сұрақ келіп жатыр. Сол сұрақтарды жинақтап қазір бір видео түсірейін деп тұрмын. Бірінші сұрақ, мына қара бал деген нәрсе қайдан келді? Қара бал, қара зере, жаңа черный тмян дейміз ғой. Сонымен бір емес па деген сұрақ болып жатыр. Одан кейін бар, жалпы қара балдың пайдасы не, ол не деген керемет дүние, жаңағы барлық ауруға ем не деген керемет дүние деген сондай енді түрлі сұрақтар болып жатыр. Сол сұрақтарға жинақтап мен сіздерге жауап берсем деп тұрмын. Біріншіден, қара зере менен қара бал екеуісі екі түрлі нәрсе. Қара зере, ол қара зеренің несінен зернышко дейді ғой, содан жасалынатын дүние, сығып жасалынатын дүние, қатты ысытқан температурада сон майын сығып алады. Ол қара зере басқа дүние, черный тмин, черный мед екеуі бір емес. Ал енді черный мед, қара май, қара бал. Қара бал ол жердің бізге беріп тұрған, жер анамыздың бізге беріп тұрған сыйы. Өйткені біз барлығымызда жерден жаралғанбыз, топырақтан жаралғанбыз ғой. Жерден жаралған жер анамыз бізге беріп тұр. Осы әр немне Алла тағала өзі соны қазіргі мынандай қиын жағдайда адамдардың денсаулықтары нашарлаған кезде, адамдар жаңағы иммунитеттерінің әлсіреген кезінде көмек қылып Алла тағала өзі көрсетіп беріп тұрған дүние. Ол адамдардан бұрын пайда болған сафрафиннан алынады. Адамдар мысалы 5 миллион жыл бұрын пайда болған болса, жаңағы қара бал, сафрафин 75 миллион жыл бұрын пайда болған көлден алынған, содан алынады. Енді ол туралы тағы да басқа да кезде тағы айтып берер мен нақтырақ. Енді қазір қараңыздар. Біріншіден, қара бал ешқандай денсаулыққа зиян емес. Қара бал біздің ағзамызға түскен кезде ағзаңыздағы, ішіңіздегі қандай ауру бар, сол ауруды өзі емдейді. Мысалы қараңыздар, менің осы YouTube каналымда бір видео салдым, денсаулығына байланысты. Шындықты жайып салды дегенше, шындықты жайып салды. Соны көрсеңіз, кәдімгі медицина саласында жүрген адам, сол кісі бар шындықты айтып жатыр. Ол расында да. Қазір мысалы дәрігерге барған кезде бір бума дәрі береді. Бір бума дәрі береді. Ол дәріні сіз ішесіз, денсаулығыңыз басқа жеріне әсер етеді, денсаулығыңыз басқа жері әлсірейді. Одан кейін сол жерді емдеймін дейді, басқа дәрігерге барасыз, басқа дәрігер тағы да бір бума дәрі береді. Ол дәрілердің барлығы біздің жаңағы ағзамызға, ол химикат қой, химиядан жасалынады ғой, ол зияндығын әкеледі. Асқазаның ауырады, бүйрегің ауырады, бауырың ауырады деген сияқты. Ал енді қараңыздар, барлық ауру асқазаннан басталады екен. Ана